Барлығыңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен француз меренгісін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын бір-бірінен ажыратып аламыз. Ақуыздарды салатын ыдыс ең басты нәрсе тап-таза болу керек, құрғақ болу керек. Құрғақ болу үшін қағаз сүлгімен сүртіп алыңыздар. Егер құрғақ болмаса, онда біздің меренгіміз шықпай қалады, жай ғана езіліп, дұрыс шықпайтын болады. Сол себептен де біздің ыдысымыз бен араластыратын венчигіміз құп-құрғақ болу керек. Енді осылай ақуыздарымызды 3 минуттай миксермен араластырып аламыз. Кейін қантымызды қосып отырып, миксердің жылдамдығын әрбір минут сайын көбейтіп отырып, осылай көпіргенше араластырамыз. Біздің ақуызымыз формасын ұстап, жақсы шайқалған болса, шым-шым лимон қышқылын саламыз, жақсылап тағы да миксерлейтін боламыз. Міне байқасаңыздар, миксермен араластырып жатырған кезде формасы көрінеді және осындай болып шығуы тиіс, яғни ақпауы керек. Қараңыздар, біз ыдысымызды төңкереміз, ешқандай да біздің ақуызымыз аққан жоқ. Енді біздің ақуызымызға крахмалымызды салып, 5-10 секундтай араластырамыз да, біздің қамырымыз дайын болады. Ал енді пергамент қағазын аламыз, барлық қамырымызды осыған салып, жақсылап жайып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 150 градуста 20-30 минут пісіреміз. Ең бастысы сырты осылай сарғаюы керек. Содан соң біздің меренгамызды алып, сүлгіге немесе пергамент қағазына аударып саласыздар. Астындағы пергамент қағазды суық астына алсаңыздар болады, немесе мен сияқты бірден алып тастасаңыздар да болады. Және де 15 минуттай, 20 минуттай толықтай суытамыз. Ал суып жатырғанша біз осыған ортасына жағатын кремімізді дайындаймыз. Кремді дайындау үшін бізге салқын творожный сыр және сахарная пудра керек. Екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Одан соң салқын кілегей қосып миксерлеуді жалғастырамыз. Кілегей міндетті түрде 33 немесе 35% болуы керек. Формасын жақсы ұстағанша шайқаңыздар, көп шайқап қоймаңыздар, өйткені креміміз іріп кетеді.
Дайын болған кремімізді осылай қамырымызға салып, жайып шығатын боламыз. Ал енді рулетті орап бастаймыз. Ол үшін астындағы пергаменттің көмегімен осылай көтеріп отырып орап шығамыз. Содан соң бетін өз қалауыңызша әсемдеуге болады. Мен үстіне қалған кремді жағамын және безелеріммен әсемдейтін боламын. Бұл рулеттің дәмі өте ерекше болып шығады, өйткені бұл біздің күнделікті пайдаланып жүрген қамырдан дайындалмайды, арнайы осындай меренгадан жасалынады. Дәмі безеге, зефирге ұқсас болып келеді. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде дайындап пікір қалдырыңыздар. Видео ұнаса лайк қойып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар рахмет. Сіздермен болған Алтынгүл.